Қазіргі кезде имамдарды сынау көбейіп кетті. Ол модаға айналып бара жатыр. Бір журналистер, дінге ешқандай қатысы жоқ болған азаматтар бақ беттеріне, осы сыми беттеріне әртүрлі ақпараттар тарқатып жатыр. Имамдар мешіттің жәшігін ақтарып қалтасына салады екен. Әр жерге барғанда түйіншек беріп жібереді. Түркиядағы, Саудиядағы имамдар ондай емес дейді. Енді біздің қазақтың имамымен басқа елдің имамын салыстыруға болмайды. Өйткені Түркияда болсын, Саудияда болсын имамға жақсы айлық төленеді. Жақсы, әшейін емес. Бір адам кәдімгідей дұрыс өмір сүре алатын айлық төленеді. Мынау елде мынандай деп енді сумманы айтпай-ақ қояйық. Бірақ кейбір мемлекеттерде тіпті имам болған үшін оған жеке пәтер, имам болған үшін астына жеке көлік және мықты тіпті де үлкен қалаларда әжептәуір 2000-3000 доллар есебінде айлықта төленеді. Одан бөлек мешіттердің өзіне бөлек келіп атқан свет су мәселесі де шешіліп қойылады. Біздің имамдардың жағдай олай емес. Бізде мысал дейік, Кентау қаласында мешіттің қарауылы 3000 теңге қарауыл айлық алады. Күліп отырсыздар, дұрыс қой, енді күлкілі ақша да өйткені. Ал енді көмекші имамдарымыз 7-8 мың айлық алады. Сіз 7000 теңгемен бала-шағаңызды бағып көріңіз. Мен қолыңызға ақша берейінші, 7000 теңге. Сөйтіп бала-шаға бағып көріңіз. Бір ай бағып көріңіз. Бір ай, бір күнде емес. Қазіргі кейбір көкелеріміз 8000 теңге қолына берсеңіз, мені мазақ қылып тұрсын ба дейді, айлықтың орнына. Біреулерге тіпті 50 000-60 000 теңге айлық жазсаңыз да, мысалда кейбір жұмыс орындарында бұл айлығын азырқанып кететіндер бар. Имамдар, шынымен Абдығаппар ағамыз айтқандай, шынымен нағыз патриот адамдар. Сол әшейін мазақ қылатын күлкілі айлыққа бола жұмыс істейді. Өйткені халық бағады оларды. Бір жерге барып Құран оқытады, молдеке деп әркім шамасы келгенше береді. Біреу 500 теңге, біреу 200 теңге, біреу 2000 теңге береді. Ол енді жергілікті жеріне қарай береді. Біздің халық баяғыдан сол дінді көтеріп келген, дін үшін бала-шағасының тіршілігін, дін үшін бүкіл осы тіршіліктің тастаған адамға жәрдем ретінде берілетін ақшаны жүрегімізге жазып қойғанбыз. Сондықтан имам болдыңыз ба, амал жоқ, халықтың қолымен күн көресіз.